Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қауіпсіздік ережесі. Допқа ие болу әдісінің негізгі элементтерін дамыту. Бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу. Үй жағдайында жаттығуларды орындаған кезде техника қауіпсіздігі ережелері сақталу керек. Үй жұмыстарына көмектескен мезгілде істі бірде оң қолмен, бірде сол қолмен алмастырып жасауымыз керек. Бір қалыпты ұзақ уақыт бойы қозғалмай отыруға болмайды. Қандай да бір жұмыс істегенде дұрыс отырып немесе тұрып, әртүрлі қалыпта болуды естен шығармаңыздар. Теледидар қараған уақытта орындыққа арқаны тіреп отырып қараған жөн болады. Не болмаса жерге молдас құрып отыруға да үйренгендеріңіз жөн болады. Балалар, сабаққа дайындалған мезгілде де аяқты аласа орындыққа қойып отырыңыздар. Бұл отырудың ең ыңғайлы қалпы болып есептеледі. Сабағымызды жалпы дамыту жаттығуларынан бастаймыз. Аяғымызды иық деңгейінде ашып, қолымызды белімізге қойып, басымызды оңға 4 рет және солға 4 рет айналдырамыз. Келесі жаттығу қолымызды иығымызға қойып, алға және артқа қарай айналдырамыз. Келесі жаттығу оң қолымызды белімізге қойып, сол қолымызды көтеріп, оң жаққа қарай иілеміз. Және де сол қолымызды белімізге қойып, оң қолымызды көтеріп, сол жаққа қарай иілеміз. Қолымызды кеуде тұсында ұстап, оңға және солға қарай керілу жаттығуын орындаймыз. Келесі жаттығу аяғымызды иық деңгейінде ашып, қолымызды белімізге қойып, белімізді оңға 4 рет және де солға 4 рет айналдырамыз. Келесі біздің орындайтын жаттығуымыз оң қолымызды сол аяққа, сол қолымызды оң аяққа тигізіп, алмастыру жаттығуларын орындаймыз. Және де келесі жаттығу аяғымыздың арасын ашып, қолымызды айқастыра ұстап, оң аяққа және сол аяққа тигізу жаттығуын орындаймыз. Келесі жаттығу қолымызды тіземізге қойып, ішке 4 рет, сыртқа 4 рет кезекпенен айналдыру жаттығуын орындаймыз. Келесі жаттығу оң аяқты көтеріп, сол аяққа 10 рет секіреміз. Келесі жаттығу сол аяқты көтеріп, оң аяққа 10 рет секіреміз. Ендігі біздің орындайтын жаттығуымыз қос аяқпенен 10 рет секіреміз. Және де 10 рет отырып тұру жаттығуын орындаймыз. Барлығымыз жаттығуды орындап болсақ, терең демаламыз. Осы сіздерге берілген 3 суретке мұқият қараңыздар. Сіздерге ұсынылған суретте спорттық ойындардың қауіпсіздік ережелері дұрыс сақталған ба, әлде сақталмаған ба? Суретке мұқият қарап, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріңіздер. Суретте көріп отырған спорттық ойындардың ережелерін есімізге түсірейік. Балалар, суреттерге мұқият қарай отыра, сіздерге берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Балалар, осы берілген сұрақтарды келесі сабақта орындап келіңіздер. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.